Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі видеомыз жеміс ағаштарына органикалық тыңайтқыштарды қалай дайындау керектігі жайлы болады. Одан алдын сіздер Жомарт Бау-бақша каналының подписация бөліміне өтіп, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер ағайындар. Каналға тіркелсеңіз, біздің жаңадан шыққан видеоларымыз сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Біреулер айтып жатады, жемістеріміз гүлдейді, түйеді, бірақ ары қарай дамымай, піспей жатып түсіп қалып жатады дейді. Оның басты себебі жердің құнарсыздығы, жердің құнары жоқ. Соның үшін біз жеміс ағаштарымызға органикалық минералды тыңайтқыштар беріп отырмыз керек. Мысалға біз өткенде мына жеміс ағаштарымыз гүлдемей тұрғанда тыңайтқыштар бергенбіз, азот, фосфор, калий. Бірақ сонда да 15-20 күн сайын жаз бойы жеміс ағаштарымызға тыңайтқыштар беріп барамыз. Сонда ғана жеміс ағаштарымыз сапалы, жемістері уақытында піседі достар. Жеміс ағаштарында тыңайтқыштардың рөлі өте жоғары болады. Енді органикалық тыңайтқыш, яғни компостты дайындау үшін бізге 200 литрлік бочка керек болады. Алдыңғы жылдары біз компостты 200 литрлік темір бочкаға дайындағанбыз. Бірақ үнемі ішінде су тұрғандықтан ол шіріп тесіледі екен. Енді компостты 200 литрлік пластмасс бочкаға дайындаймыз. Оның үшін біз мына 200 литрлік бочканың бетін кесіп алуымыз керек достар. Бірақ мына 200 литрлік бочканың бетін кесу қиындау болады екен. Сіз интернеттен, ютубтан іздеп қарасаңыздар, бұл 200 литрлік пластмасс бочканың бетін қалай кесу керек әдістері көрсетілген. Бірақ ол жерде пластмассының бочканың бетін арнайы электрический станоктармен кеседі. Енді ондай станоктар барлық адамдарда бола бермейді. Мысалға, менің өзімде жоқ. Біз сонда да енді электрический станок жоқ деп қарап отырмаймыз. Өздеріміз мынандай үй жағдайында достар осылай кесеміз. Енді бұл пластмасс бочканың бетін қалай кесу керектігі әдістер жайлы бұл видеоның толық нұсқасын каналыма салатын боламын достар. Өткізіп алмаңыздар, сол жерден көріп, қалай кесу керектігін үйреніп алсаңыздар болады. Енді бұл жерде тек қысқаша көрсетіп өтетін боламын. Мінекей достар, еңбек етсең бәрі де болады. Мінекей достар, 200 литрлік бочканың бетін кесіп дайындап алдық. Енді оның ішін жақсылап шайып компост дайындауға болады. Енді компостты қалай дайындау керек, оның ішіне не салу керек, неше күн қою керектігі келесі видеомда көрсететін боламын достар. Өткізіп алмаңыздар, каналға жазылыңыздар.